Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тока. Достар, бұл бізде жаңа серия, тақырыбы Рамазан айы. Қазір сіздер білесіздер, біз барлығымыз ораза ұстап жатырмыз. Рамазан айы болып жатыр. Сіздерді оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айы құтты болсын. Енді бүгін мен де аузым бекітулі, короче. Вот енді мен сіздерге өзім ораза болған үшін осындай ойыма идея келді, сондықтан сіздерге осындай серия дайындадым. Ендеше сериалымызды бастайық. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Үйде безендіріп болдық, әп-әдемі болды ғой. Уже түн болып кетіпті. Ертең сәресіне тұру керек, ұйықтаңдар барып. Мен деген негізі ұйқым келіп тұрған жоқ. Мүмкін сәресіне дейін ұйықтамай қояйын да. Қош қызым, неге ұйықтамайсың? Сен сосын сәресінде отырасың ғой, ұйқың келмей, сәресінен кейін ұйықтамаймыз. Өйткені содан кейін әйтпесе, одан сайын қарындарың ашады ұйықтасаңдар. Сол үшін барып ұйықтаңдар. Жарайды. Жошы, кеттік, мен ұйқым келіп кетті, ұйықтайықшы тез. Үйді әдемілеп безендіріп қойдық, бірақ мына артық картиналарды не істейміз? Айтпақшы, көршілер кеше айтып жатқан, әлі безендірмедік деп, соларға беріп жіберейік та. Жақсы идея, ертең берейік, ертең как раз бірінші күні сәресінде оларға апарып береміз. Жарайды, ана жаққа қоя тұр. Тұр, екеуміз де ұйықтайық. Бірінші намазымызды оқып алайық та, содан кейін ұйықтайық. Ұйқым қатты кеп тұрғаннан тамақ істеу керек қазір сәресіне. Бетімді суық сумен шайбамасам. Кішкене болса да бетім ашылды, енді тезірек тамақ жасап тастайын. Так, холодильникте не бар екен? Нормальный продукт алу керек болды екен, ауыз ашарға нормальный тамақ жасайтын. Енді онда спагетти істей салайын мынандан. Түнгі 2-де пытырлатып не істеп жатсың? Енді сәресіне тамақ жасап жатқам ғой міне. Барып қыздарды оятып келсе уже, сәресте уақыт болып қалды. Қас. Болдым. Қыздар, тұрыңдар, сәресі болды. Сухур, кеттік, тұрыңдар. Қыздар. Еден аяғын тұрсаңдаршы болды енді. Ұйқым келіп тұр. Сағат неше? Сағат 4 болды. Кеттік тезірек. Тезірек сухур ішіп алайық сәресін. Қазір бесі қандарын ашып жүріңдер. Өте дәмді көрінеді. Құяйын ба? Тамағыңыз өте дәмді көрінеді. Енді бүгін чай емес, осындай сок іше салайық, просто чай ішуге Тефальды көршіге бере салғанбыз ғой, енді берген жоқ, біз олар сұраған ғой. Жарайды, ше берейікші. Енді ауыз ашарға сосын нормальный тамақ істеп берем, нормальный продуктылар алып алу керек еді, бүгін Магнумға барып ше. Жарайды. Тағы бар ма? Тағы ішкім кеп тұр. Көп ішіп қоймаңдар, сосын шөлдейсіңдер. Осындай жеп көрейінші. Өте дәмді екен. Болды, мен дауыз бекітіп алайын. Болдық, кеттік. Ұйықтайын, ал жақты жинау керек. Мен сізге көмектесейін. Мен ұйықтайын. Қызым, Алла разы болсын. Енді сен барып ұйықтай бер, мен де барып жатайын. Жарайды, кеттік. Ұйықтасаңшы, неғып ұйықтамай жатсың?
ұйқым келіп тұрған жоқ ше. Ойнайықшы. Ойнаған не? Сағат 5-те ойнаған не? Қуасың ба? Ұйықтайық кел. Ту, мен ұйқым келіп тұрған жоқ. Жарайды, ұйықтап көрейінші. Тәте, ұйқым келмейді. Ой, ұйықтап жатта, сосын санап жат, сосын ұйқым келіп кетеді. Жарайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таң атқан соң. Ой, сәлеметсіз бе? Көрші, не ғой, осындай бір плакат алып келгенбіз ғой сіздерге, үйлеріңізге безендіріп қойға алсаңыздар болады. Ой, рахмет, Рамазан құтты болсын. Иә, оразаларыңыз қабыл болсын, сау болыңыз. Сау болыңыз. Көршіге беру керек екен ғой тағы. Иә, сәлеметсіз бе? Міне осындай бір плакат беру керек еді. Сіздерге андай Рамазан айына осындай плакат іліп қойсаңыздар болады. Рахмет, е. Біз безендіруге ештеңе таппай жүредік. Рахмет. Оразаларыңыз қабыл болсын. Сізге де. Так, мыналарды енді бірінші этажына апарайыншы. Көршіге беріп жіберейін. Ой, сәлеметсіз бе? Иә, кімді іздедіңіз? Осындай плакаттар беріп едім Рамазан айымен. Құтты болсын. Иә, оразаларыңыз қабыл болсын сіздерге де. Аузыңыз бекітпеді? Так. Бір далаға шығып келмесем. Көрші. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, брат. Яғни, Рамазан айларыңызбен құтты болсын. Құттықтайын деп келгем ғой. Иә, сіздердікі де құтты болсын. Мынандай бір плакат берейін деп едім. Несіне әуре болдыңыз, ниетіңізге рахмет, е. Сіз бір жерге шығып баратыр ма едіңіз? Иә, таза ауаға шығып барайын дегем, әйтпесе ауыз ашарға дейін ішім пысып кетті, үйде отыра беріп. Өзім жалғыз тұрамын ғой енді, сол үшін. Жақсы, онда біздің үйге келсеңізші ауыз ашарға. Ыңғайсыз емес пе? Жоқ. Біздің үйге келіңіз, жақсы тамақ істеп қоямыз ғой. Онда жарайды, рахмет. Мен мынаны үйіме апара салайын. Иә, жүріп қайтпадық па екеуміз? Жарайды, кеттік. Қандай киім киіп барайын, осыны кие салайыншы. Әлде жоқ, мынаны киейін ба? Иә, осыны кие салайын. Осыны киіп, тезірек продукт алып келейін. Мама, су құйып беріңізші. Қызым, су құйған несі? Енді оразада су ішпейді ғой. Суды ішпей ма, мен тек қана тамақ ішпей ма десем? Жоға, суды ішпейді. Сендер, мен деген қазір продукт алуға бара жатырмын. Сендер үйде отырыңдар, ештеңе жеп қоймаңдар енді. Бірақ байқамай жеп қойсаңдар, онда ары қарай жалғастыра берсеңдер болады. Егер мен ауыз ашарға дейін келе алмай қалатын болсам, әкелеріңді шақырасыңдар ғой, звондапшы. Жарайды, бара беріңіз. Иә, алтын қыздарым, ертесі сабаққа дайындалып отырыңдар. Ертең сабақ. Жарайды. Біз деген сусыз шыдай алмаймыз ғой. Сусыз деген өмір сүре алмаймыз ғой енді. Құмашы, сен сәресіне ішіп алдың ғой. Білем ғой, бірақ шыдай алмаймын мен. Жүрші. Енді шыдайық, жүрші, сағат неше? Егер мен сілекемді жұтып қойсам, бұзылмай ма? Жоға, бұзылмайды. Не үшін бұзылады? Байқамай істеп қойсам, бұзылмайды. Ал әдейі жұтсаң, онда бұзылып қалады шығар. Жарайды. Арада 3 сағат өтеді. Мен шыдамаймын. Енді оразада су ішпейді ғой. Шөлім қанды ғой. Сен не, су ішіп қойдың ба? Жоқ, мен су ішпедім. Енді сок іштім.
Болмайды ештеңе ішуге, ештеңе жеуге де болмайды ғой. Енді мен су ішпедім ғой, мен сок іштім ғой. Болмайды. Енді сенің аузың ашып кетті ғой. Бірақ мен байқамай ішіп қойдым. Жарайды, онда жалғастыра берші. Тезірек әкеге звондау керек, уже 1 сағаттан кейін ауыз ашар болады. Аға, Джеркер. Үйлеріңізді безендіріп қойғансыздар ма? Бұл мынау алдындағы турасында плакат екен ғой. Иә, біз артылып қалғаннан кейін бергенбіз ғой. Достар, осымен біздің осы сериалымыздың 1-ші бөлімі аяқталды. Ертең немесе бүгін салу мүмкін 2-ші бөлімін. Ендеше сау болыңыздар.